Ассалаумағалейкум рабон жүргізушілері. Енді қысқаша видео ролик түсірем. Бұл автомат коробкаға қатысы бар. 6 сатылы автомат коробка. Енді бұның ерекшелігіне қысқаша ғана тоқталамын. Себебі мына қорапты салғанда, не болмаса от алдырып жүргенде, не болмаса тоқтағанда біз қорапты дұрыс салмай жатамыз. Соған қысқаша кеңесті қабыл алыңыздар. Енді біз от алдырып, мысалы от алған автокөлік, енді көбінесе қарап отырсаңыздар, мына жерде ручник тартылып тұрған жоқ, П-да тұр. Енді мысалы кішігірім қазір біз артқа жүреміз. Мысалы артқа қозғалды автокөлік, қозғалып барады. Мысалы біз тоқтағанда дөңде немесе еңісте тоқтаймыз ғой. Сол кезде жүргенде біз мысалы мен дыға салдым, алға қарай жүрдік, тоқтадым. Тоқтап, мысалға бірінші нейтралға қоямыз, одан кейін ручник тартуымыз керек. Одан кейін П-ға қойған абзал болады. Міне. Енді бұл не үшін деп сұрауыңыз мүмкін. Себебі мысалы автокөлік еңісте немесе дөңде тұруы мүмкін. Сол кезде мысалға қорап қозғалып, кедергі болашақта зақым тиюі мүмкін. Кеңесім пайдалы болса лайк басыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Келесі кездескенше.